Мына өмір бір диқаншылық сияқты екен. Не ексең соны орасың деді қазақ. Не сауап қылсаң, фәмән яъмал мисқала зарратин хайран яраху. Кім шаң тозаңындай жақсылық қылса, ексе, яраху, оны көреді ояқта. Соны орады. Бізде оны басқа нәрсеге істетеді жаңа. Қыз болып қалды, бала болып қалды деп та. Оның не болатынын ол анасы да сен де білмейсің ғой оны. Оны бала қылатын да Алла, қыз қылатын да Алла, беретін де Алла, араластырып беретін де Алла, бермей қоятын да Алла. Құдай сақтасын, сол әйелдің бір толғағын есептеген екен ғалымдар. Сол бір толғақта еркек жаны шығып кетеді екен ғой. Көтере алмайды. Оларға Алла Тағала сондай сабыр берген екен да. Енді өзі босандырып отыр ғой Алланың. Енді қарап тұрсаң, енді Алаудин Мансұр ұстазымыз айтады, бірде-бір вакуум, бірде-бір нәрседе адамды істей алу мүмкін емес екен да. Ол тек ананың құрсағында. Оған Алла Тағала рахым деп ат қойған да. Рахым деген ол ағайын мейірім. Құрсақтың атын Алла өзі рахым деп қойды. Сөйтіп Құдайдың құдіретін қараңызда, барлық нәрсе жаңағы үндемей тұрған кезде осы рахым тілге келіп сөйлеген екен Алладан. Раббым менің батамды қабыл қыл депті ғой. Не бата қыласын десе, ананың құрсағы айтқан екен да. Бір құрсақтан туылған бала мен қыз, әпке, қарындас, егер араласпай кетсе бір-бірімен, Алла сен де олармен араласпа деген екен да. Менің дұғам сол депті. Алла Хақ Субханаху ва Тағала дұғаң қабыл болды депті ғой. Қандай тентек болсын сіз араласуыңыз керек екен, бір құрсақтан туған адам. Рахым тілге кеп айтты дейді ғой. Раббым, бір құрсақтан туған ағайындылар араласпай кетсе, сен де олармен араласпа. Алла Тағала дұғаң қабыл болды дейді. Сол үшін сен мынаяқтан зормын деп не қылғанмен, ол мынаяққа қарап қойды. Туысқаныңға қарап қойды. Сонда Алланың құдіреті бұл сол құрсақта ғана пайда болады екен ғой бала. Ол вакуумда мүмкін емес ол. Енді қараң. 9 ай 10 күнде дүниеге келеді. Құдайдың құдіретін қарасаңшы енді. Ананың құрсағында періштелер істеп жатыр. Алаудин Мансұр ұстазымыз айтады. Жерден топырақ алып кіріп кетеді екен құрсаққа. Ананы зуала қылу үшін да, қамыр қылу, адамның денесін. Сол жерден топырақ алып кіріп кетеді, ол ғайып қой. Біз ғайыпқа иман келтіреміз. Ертең дүниеден өтетін кезде қай жерден алды періште оны? Астанадан алды ма? Жоқ, басқа неден алды ма? Басқа елден алды ма? Дәл сол жерге көміледі екен ғой адам. Басқа жерге көмілмейді екен ол. Сол періште топырақты қайырдан алған адам сол жерге көміледі екен да. Қараңда, біреулер өмір бойы Сарыағашта тұрады, Астанаға жерленіп жатыр да. Болмаса Көкшетауға. Неге? Топырақ сол жерден алынған екен да. Алаудин Мансұр ұстазымыз айтады осы. Енді қараңыз. Сол кезде өзі жаратылып жатқан кезде Алла Табарака ва Тағала оған бізде кәсіби голд, бір бәле голд, шот деп жатырмыз ғой. Оның шотына Алла Табарака ва Тағала қанша ақша табады ол, қанша су ішеді ол, қанша тамақ жейді, бәрін Алла сап қояды екен ғой. Астағиду билла ва ма мин даббатин илля алаллахи ризқуха. Рызық менің мойнымда деді ғой. Біз қазір бәріміз жиналып бар ғой, бір китке тамақ бере алмаймыз ол. 20 тонна, 10 тонна беру үшін қанша мал соямыз біз. Бірақ Алла Тағала оп-оңай беріп жатыр. Вала яудуху хибзухума дейді. Аспан жерді ұстау Аллаға қиындық туғызбайды дейді. Вала яудуху хибзухума. Аспан жерді ұстап тұру Аллаға ешқандай қиындық туғызбайды дейді. Осынша адамға рызық беру Аллаға ешқандай қиын емес та. Астағиду билла авалам ярау илат тойри фауқахум саффатин ва яқбизн. Үстілеріне қарамай ма дейді да, құстардың қанатын жазып ұшып жатыр, қанатын жиып ұшып жатыр. Ма юмсикухума. Кім оларды ұстап тұрған? Илля рахман. Біздің мына жұмыр жүрегімізді істетіп тұрған кім? Илля рахман. Алла істетіп тұр бұны. Ол кәпірдің де жүрегін Алла істетіп тұр. Алланың бұйрығымен істетіп тұр. Бірақ Алла Хақ Субханаху ва Тағала міндет қылып айтады Құранда. Егер дейді, менің бір валау ла калиматын сабақат мир раббика, егер менің мына сөзім болмағанда дейді, онда барлық проблема осы жақта шешіліп кететін еді дейді. Мен
кім мұсылман, кім кәпір, кім жақсы, кім жаман. Қияметте ажыратам деп қойған уәдем бар дейді. Сол үшін жақсы да өмір сүріп жатыр, жаман да өмір сүріп жатыр. Не сояқта болады екен де есеп кітапта. Және Алла Тағала міндет қылады. Міндет қылады. Сендердің жақсы дуаларыңды нақ қабыл қылғандай дейді. Жаман дуаларыңды қабыл қылғанымды жер бетінде адам қалмайтын еді дейді. Біздер біреуді жек көрсек, сол жоқ болып өліп қалса деп қаламыз көңілімізде да. Аллаң айтып желесің ғой. Мысалы үшін да, оның бәрі қабыл бола берсе, мен қабыл қылмаймын деді Алла Тағала. Мен оны қабыл қылмаймын деді. Және міндет қылып жатыр. Мен оны қабыл қылсам не болатын, қандай болатын деді да. Бірақ жақсы дуаларыңды мен нақты қабыл қыламын деп жатыр да. Адамдар бір-біріне қандай сөздер айтады? Алла қабыл қылса не болады мысалы үшін?